Оқып бердім ғой деймін, сендер есіңді дедім. Ағалар десіңдер. Оралда келе жатырмын. Сөйтсем, пойыздың ішінде бір апаменен кездесіп қалдым. Қызмет жасап жүгіріп жүрмін, шайын әкеп беріп. Сөйтсем, жаңағы апа, жаңағы қайдан боласыз? Осы жердемін. Мына күйеу баламмен қызым тұрады, жақын жерде соған кетіп барасың деді. Сөйтіп отырып, жаңа апаның айтқаны, күйеу балам орыс болса да мың қазағыңа бергісіз айналайын деді. Енді орыстың ішінде де жақсылар бар ғой. Өзі 70 жыл орыстың боданында болдық, 3 жыл романттардың несінде болдық. Жаңағы деп үндемей отырғам. Сөйтсем маған жаңағы апаның айтқаны, қайдан боласың деді, Шымкенттемін десем, айналайын, өзбекшесің ғой деді ғой. Көрдіңіз ба? Сол маған өте қатты тиді жүрегіме. Соны өлең қылып жаздым. Соны оқып берейін. Екі мың он жетелеген оялдан тірлігіммен жүрген едім, ойға алған. Жұмысымды ойдағыдай аяқтап келе жаттым сонау батыс Оралдан. Поезд іші бір апа бар жанымда, жөн сұрастым қазақилық қанымда. Немереме кетіп барам, деді апа, күйеу балам қызым тұрады ауылда. Сөз айтты апа, адам айтса сенгісіз, күйеу балам орыс деді, мың қазаққа бергісіз. Үндемедім, үнсіздікті жөн санап, ары қарай не болар белгісіз. Өзің қайдан боласың деп, үнсіздікті бұздана, Шымкенттемін, дедім мен де күлімсіреп азғана. Онда өзбек екенсің ғой, деген кезде азана, шыдам бітті, сөз бастадым сыздана. Өзбек қайта дұрыстау ғой, өзге кәпір ұлттан. Ол өйткені мұсылман ғой, бір Алладан қорыққан. Жалт қарады, неге ұлтқа бөлесің? Не жаманды көрдің балам орыстан? Дедім апа, мен мұсылман баласы, орыспенен жермен көктей арасы. Ертең қызың өткен кезде өмірден жаназасыз көміледі, өзің ойлап қарашы. Кімге болмақ сонда қызың наласы, бұйырмаса мұсылманның моласы. Өзбек болса арулайды көмгенде, осы ғана дін мен діннің арасы. Дей алмаймын, түсінедім онығым, бұлған басын деп ойладым тұнығым. Оңтүстігім қазағымның ордасы, өзбек емес, мен қазақтың ұлымын. Білсең апа, қазақтан да орыс көп, бұл сөзімді айтпас ешкім бұрыс деп. Тоқал болып тисе қызың қазаққа, кінәламай қуанар ем дұрыс деп. Мен қазақпын, Шымқалада тұрағым, қазақилық дәстүрім бар, тілім дінім құраным. Намыс елдің ұрпағымын, арын тоғып көтерген, кешір апа, мен емеспін, оны өзің сұрадым. Ренжеді, маған ана түсіп қалды бекеттен, қарғап кетті, ұлтшылсың деп сен неткен. Қара көздер білсін деген ойменен, мұны жаздым өздеріңе құрметпен. Болса дағы сүйген жарың бозөкпе, өз қазағың теппес сен өзекке. Өзге ұлттың байлығына қызығып, қолыңдағы алтыныңды жезетпе деп аяқтаған маған.